Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда тауық етін пеште дәмді дайындаудың құпияларымен бөлісетін боламын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдыратын боламын. Менде тауық аяқтары, яғни куриные ножки, алдымен жақсылап тазалап жуып аламын. Кейін тұз қосамын, хмели сунели, кептірілген сарымсақ, видеодағыдай түрін қолданамын. Және де осындай тауық етіне арналған арнайы дәмдеуіш, кетчуп қосамын, немесе томат қоссаңыз да болады. Соя тұздығын қосамын. Барлығын жақсылап араластырамын. Және де міндетті түрде зәйтүн майын қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, шетке алып қоя тұрамыз. Мен қасына түрлі көкөністер қолданамын. Өзіңіздің үйде бар көкөністерді қолдансаңыздар болады. Алдымен картопты видеодағыдай етіп турап шығамын. Жаңағы дайындап алған тауықтың етінің қасына картоп және де түрлі көкөністер қосамын. Менде тәтті бұрыш, брокколи және де цветная капуста, стручковый фасоль. Сізде қандай көкөніс болады? Баклажан болсын, өзіңіз ұнатқан кез келген көкөністі осылай қоссаңыз болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ болса, зәйтүн майын қосып жіберсеңіз болады, мен сияқты. Және де араластырып 15 минутқа бөлме температурасына қоя тұрамыз. Бізде маринад асықпай сіңуі қажет. Он 15 минут уақыт өткеннен кейін арнайы пеште пісіруге арналған ыдысыма салып аламын. Осы көкөністер мен тауықты қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 35-40 минут аралығында пісіріп аламын. Осымен дайын. Осылай әдемілеп дастарханға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.